Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмі ерекше болып шығатын баклажан қосылып жасалатын лечо салатын дайындайтын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен барлық көкөністерді тазалап, жуып, турап аламыз. Ертартқыштан, яғни мясорубкадан өтетіндей етіп, ыңғайлы етіп тураймыз. Алдымен пиязды тураймыз. Кей жерлерде жуа деп те атайды. Пиязды жақсылап майдалап турап аламыз. Пияздың барлығын турап болған соң, бос ыдысқа салып бір шетке қоятын боламыз. Одан кейін сәбізді тураймыз. Сәбіздің формасын дәл менікіндей етіп емес, өзіңізге ыңғайлы формада турасаңыз болады. Бұны да жақсылап барлығын турап болған соң, бұны да бос ыдысқа салып бір шетке қоятын боламыз. Одан кейін баялдыны тураймыз, яғни баклажанды, оның да формасын өзіңізге ыңғайлы етіп турасаңыз болады. Барлығын турап болғасын таза ыдысқа салып, оны да бір шетке қоямыз. Тәтті бұрышты турайтын боламыз, яғни болгарскийді екі түрінде қолдана берсеңіз болады. Мейлінше қызыл түрін қолдансаңыз, салаттың түсі әдемі, дәмі ерекше болып шығады. Одан кейін укропты, кинзаны турайтын боламыз. Негізі бұларды турау міндетті емес. Чеснокты ертартқыштан өткізіп бір шетке қоямыз. Егер ертартқыш болмаса, пышақпен ұсақтап турап алсаңыз да болады. Барлық көкөністерді турап болған соң, үлкен кастрөлді отқа қойып, салатты қайнататын боламыз. Ең алдымен майды қойып, одан кейін барлық көкөністерді, пиязды, сәбізді, болгарскийді барлығын видеодағыдай салып шығатын боламыз. Достар, егер де менің каналыма қосылмаған болсаңыз, подписаться деген батырманы басып, каналыма қосылып, қазақша каналдың одан әрі дамуына үлес қоса отыруыңызды сұраймын. Барлық көкөністі салып болған соң, ең соңынан ертартқыштан өткен помидорды құятын боламыз. Және үстінен 3 ас қасық қант, 2 ас қасық тұз қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз және қақпағын жауып, газдың астын қосатын боламыз. Әзірше осылай салам, тұзы мен қантын. Барлығы жақсылап қайнап болған соң, егер де кем болып жатса, дәміне қарай қосатын боламыз. Осылай арасында араластырып тұрамыз. Баклажан бетіне шығып кетті деп қорықпаңыз. Қайнаған соң басылып кетеді. Міне достар, салатымыз қайнады. Салатты жақсылап араластырып алып, қақпағын жауып, 30 минут баяу отта қайнататын боламыз. Міндетті түрде арасында араластырып тұруды ұмытпаңыз, түбі жабысып қалуы мүмкін. Салат 30 минут қайнады. Міне қараңыздар, түсі қандай әдемі болды. Енді үстінен чеснокты, укропты, кинзаны саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, тағы да 30 минутқа қақпағын жауып, баяу отта қалдырамыз. Тағы да қосымша қайнатамын десеңіз, 10-15 минутқа қайнатуға болады. Бірақ байқаңыз, баклажаныңыз езіліп кетпесін. Міне бізде салат дайын. Банкіні жақсылап булап аламыз. Салатты оттан түсіріп, видеодағыдай банкілерге құйып шығатын боламыз. Достар, осы рецептпен міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте ерекше, дәмді болып шығады. Үйдегілерге өте қатты ұнады. Банкіге құйып болған соң, қақпағын жауып шетке қоя тұрамыз. Және екінші банкіге де толықтай құйып, арасында салатты араластырып құятын боламыз. Банкіге бір келкі болып құйылу үшін. Барлығын құйып болған соң, қақпағын жауып, сыртын жақсылап сүртетін боламыз. Достар, басында айтуды ұмытып кетіппін. Дәл осы құрамға 1 штук ащы бұрыш, яғни қызылдары қосылады. Біздің үйде балалар жейтін болған соң, мен қоспадым. Міне бізде лечо салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шықты. Ас болсын.